Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің тәрбие сағатымыздың тақырыбы Қазақстан бірлік пен татулық мекені. Мақсаты: Қазақстанның тарихы мен мәдениетін құрметтеуге, қоғамда ынтымақтастық пен өзара қолдау көрсетуге, жоғары мәдени адамгершілік құндылықтар сезінуге, жауапкершілікті ұғынуға тәрбиелеу. Балалар, сіздердің назарларыңызға Қазақстан халқының мәдениеті мен тарихы және бірлігі мен ынтымақтастығы туралы бейнероликті ұсынамын. Біздің еліміз жердегі ең ірі материк Еуразияның ортасында орналасқан. Ол ұлан байтақ, оның аумағы 2.700.000 шаршы метрден астам. Қазақстанда 17 миллионнан астам адам тұрады. Қазақстан туралы жазбалар көне дерек көздерде жиі кездеседі. Археологтардың әртүрлі қазбалары соның дәлелі. Мұнда адамдардың біздің ерамызға дейін бірнеше мыңдаған жылдар бұрын пайда болғандығын көрсетеді. Қазақ сөзі тәуелсіз дегенді білдіреді. Шынында да бұл жерде адамдар бағзы замандардан өзіндік еркін көшпелі өмір салтын құрды. Тарихшылардың есептеуінше, дәл осы Қазақстан аумағында адам жылқыны қолға үйретіп пайдалана бастады. Сөйтіп көшпелі өркениеттің дамуына ықпал етті. Еуразиядағы ең заманауи және прогресшіл қалалардың бірі Астана, еліміздің астанасы болып табылады. Өте әсем қала және бұрынғы Астана Алматы Қазақстанның екінші ірі орталығы. Қазір Алматыда 2 миллиондай адам тұрады. Қазақстанда 100 шақты қала бар. Олардың әрқайсысы заманауи әлемде бірегей даму үлгісіне айналып отыр. Қазақстан ұлттық туының екі түсті болуы кездейсоқ емес. Ол бірлік пен тұрақтылық белгісі. Көгілдір табиғатта жиі кездесетін түс. Ашық аспанның түсі бейбітшілік пен ынтымақтастық символы болып табылады. Күн тіршілік пен күш-қуат көзі. Ал дала қыраны немесе бүркіт еркіндіктің, тәуелсіздіктің, мақсатқа, биікке ұмтылудың символы. Болашаққа самғау. Ұлттық нақышта орындалған жолақ туымызға қайталанбас рең береді. Қазақстанның елтаңбасы дөңгелек. Бұл пішін мәңгілік пен тіршілік символы. Ортасында киіз үйдің шаңырағы орналасқан. Ол отбасылық жарасымдық пен татулықты бейнелейді. Елтаңбада екі алтын қанатты тұлпар. Бұлар қаһарман, тайсалмайтын, төзімді, жүйрік жануарлар. Олардың қанаттары шөп бауларын еске түсіреді. Еңбектің, молшылықтың және ырыс игіліктің белгісі. Ал елтаңбадағы 5 бұрышты жұлдыз Қазақстанның жүрегі мен құшағы 5 континенттің өкілдеріне ашық деп тұрғандай. Қазақстанның әнұраны халқымыздың рухы мен ерлігін, өткен өмірі мен болашаққа сенімін паш етеді. Әнұран орындалған кезде орнынан тұрып, оң қолдың алақанын жүрекке қою қалыптасқан. Қазақстан Республикасының негізгі заңы Конституция болып табылады. Бұл басты құжатта тарихи тағдырлары ортақ халықтың мемлекет құрудағы негізгі қағидалары бекітілген. Еліміз аграрлы индустриалды болып саналады. Экономиканың негізі уран, руда, тас көмір, мұнай тәрізді, пайдалы қазбаларды өндіру және қайта өңдеу, металлургия, мәшіне жасау, энергетика, құрылыс материалдарын өндіру, мұнайды қайта өңдеу тәрізді өнеркәсіп салалары дамыған. Соңғы 20 жылда заманауи инновациялық технологиялармен байланысты ғылыми салалардың қарқынды дамып отырғандығын ерекше атаған жөн. Еліміздің оңтүстігінде ауыл шаруашылығы басым дамыған. Мақта, күріш, астық, жүгері, жүзім өсіріледі. Еліміз көп ұлтты. Тұрғындардың басым бөлігі қазақтар.
Саны жағынан екінші орыстар, шамамен 3-тен 1. Сол сияқты 100-ге жуық ұлт бар. Армяндар, татарлар, украиндар, өзбектер, әзірбайжандар, немістер және басқа да ұлттар. Діни құрамы да сан алуан. Тұрғындардың жартысынан астамы исламды ұстанады. Христиандық, буддашылдық, иудашылдық және тағы басқалар бар. Қазақстанда алуан түрлі діндер бейбіт қатар өмір сүріп жатқандығына керемет сәулет үлгілері дәлел болады. Орталық Азиядағы аса ірі 2 ғимарат, Астанадағы Әзірет Сұлтан мешіті мен Құдай Ана храмы. Сондай-ақ Қарағандыдағы кафедралық католик соборы. Қазақ тағамдарын айрықша атап өткен жөн. Елдің көпұлтты құрамының арқасында ол дәстүрлі қазақ тағамдарымен қатар өзбек, орыс, татар, корей және өзге халықтардың мәзірлерінде біріктіріп отыр. Қазақ халқы көп ғасырлық тарих аралығында ет пен сүт өнімдерін өңдеп, даярлаудан мол тәжірибе жинақтады. Ал заманауи өмір бұл мәзірді көкөністерден, жемістерден, балықтан, теңіз өнімдерінен дайындалған тағамдар мен ұн өнімдерімен және тәттілермен толықтыра түсті. Кейбіреуін атап айтқанда қазақ балауы, лағман, бесбармақ, шәк-шәк және тағы басқалар. Қазақстанға саяхатшылар әуес. Негізінен белсенді демалыс әуес қойлары, тау шаңғысы немесе балық аулау. Саяхатшылар, адамдар сирек кездесетін жануарлар мен өсімдіктер түріне бай ғажайып табиғатты тамашалауға, әлемде теңдесі жоқ жерлерді көруге келеді. Мысалы, Балқаш көлі. Ғаламшардағы жартысы ащы, жартысы тұщы жалғыз көл. Қазақстан таңғажайып қонақжай, ақпейіл ел. Өзінің достарына есігін айқара ашуға әрқашан дайын. Ал енді балалар, сіздерге тапсырма, бейбітшілік құсының суретін саламыз.